Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін ақуыздан десерт дайындаймыз, яғни меренговый рулет. Әртүрлі жидектер қосылған, өте нәзік, өте дәмді десерттердің бірі. Десертімізге керекті зат ақуыз, крахмал және қант ұнтағы қажет. Қант ұнтағын және ақуызды салып, әбден көпіргенше миксерлейміз. Ақуызымыз 2 есе аппақ болып көтерілді. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне жүгері крахмалын салып, тағы да бірнеше рет араластырып аламыз. Араластырып болдық. Ақуызымыз дайын. Пергамент қағаз төселген ыдысымызға ақуызымызды салып, бір тегіс етіп салып шығамыз. Салып болғаннан кейін үстіне миндальный чипсы сеуіп, 120-110 градуста 40 минут пісіреміз. Меренгіміз дайын болды. Енді меренгімізді орамалға төңкеріп, астындағы пергамент қағазын алып тастаймыз. Және оған енді крем дайындаймыз. Қант ұнтағы және қойытылған клейді жақсылап миксерлейміз. Креміміз осылай дайын болды. Енді меренгіміздің үстіне кремін салып, бір тегіс етіп барлық жағына жағып шығамыз. Барлығын жақсылап жаққаннан кейін жемістерді ортасына саламыз. Мен бұл жерде қарақат, қызыл және қара қарақатты салдым, ал сіздер әртүрлі жемісті жидектер салсаңыздар болады. Енді үстіне осындай қалған кремнен жолақтар салып шығамыз. Жолақтардың үстіне қарақаттармен және жалбыз жапырақтармен әсемдедім. Меренге рулетіміз осындай болып шықты. Өте нәзік, дәмді, әрі тез дайындалатын десерттердің бірі. Сіздермен болған Әсем. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше күн жақсы.